Так, қыздар, тезірек тағамдарын ішіңдер. Иә, анашым, ішеміз. Так, қыздар, ас болсын бәріне. Рахмет. Анашым, білесіз бе, мен сізге алдында айтып едім ғой, киноға түсейінші деп. Соны мектепте бүгін болады екен, барсам бола ма? Өтінемін, анашым. Қызым, жоқ, мен жұмысқа кетуім керек, оны ертең сөйлесеміз, жарай ма? Бірақ сен киноға түспейсің, өткенде мен рұқсат бермеймін. Анашым, өтінемін, түсем бола ма? Арманым. Қызым, оған ақша жоқ, үйдің бәрі ремонтқа кетті емес пе, ақшаның барлығы. Сол себепті кейін көреміз. Сау болыңдар, шайларыңды ішіп, ыдыстарды жуып қойыңдар. Мен кеттім. Қазір әкелерің де кетеді. Жарайды, анашым. Қыздар, сен тезірек тағамдарыңды ішіп болыңдар онда, иә? Иә, әкем, кетті ғой әкем де. Не істейміз енді? Енді тезірек сен дастарханыңды жина, мен ыдысты жуайын. Сосын тап-таза болып отырамыз. Жарай ма, Алуа? Сосын кино жайлы айта бермеш. Айтқым келеді, кино арманым. Сен бәрі оған түсе алмайсың, кішкентайсың, еще сені ешкім қатыстырмайды. Ақша көп кетеді ғой оған. Түсінсеш? Жоқ, анамнан сұрап алуым керек. Түскім келеді, түскім. Онда тезірек жинап болық, сосын түсесің. Күшті жинап болдық қой, иә? Иә, күшті жинадық. Онда кеттік, бөлмемізге барайық, жарай ма? Иә. Киноға түскім келеді. Арманым ғой. Соған қашан жетем? Айта бермеш, басымды қатырдың ғой, ол маған қызық емес. Одан да басқа жайлайды. Онда мен көшеге барып келем. Мен бір өзімді қалдырып кетпекшісің бә? Жоқ. Онда екеуміз барайық. Құмаш кетпе, жарай ма? Анашым ұрсады, есікті құлтап алыңдар деді емес пе? Онда не істейсің, ішін пысып отырасың ба? Онда жүр кеттік, бір нәрсемен ойнайық. Немен ойнасақ екен? Так, сен мен ойыншықпен ойнаймын, сен слайммен ойнасай. Давай сөйтіп ойнайық. Әйтпесе ішіміз пысып отыра береді. Мамамдар кешке келеді емес пе? Иә, кешке келеді. Сол себепті тезірек ойыншықтарымызды ойнап, ішімізді пыстырмай отыра берекем. Бірақ киноға түскім келеді. Қоймайды ғой мынау бір. Кеттік. Не қарап тұрмыз? Уақытымыз өтіп жатыр ғой. Иә, өтіп жатыр. Сол себепті кеттік. Жүр. Иә. Мен негізі ішім пысып кеткен. Есікті кім қағып жатыр? Жүр кеттік, ашып келейік та. Жоқ, қорқып тұрмын. Жүр кеттік. Мыналар қашан ашады, ей? Ой, саламатсыздар ма? Сіздер кімді іздеп келдіңіздер? Алуа дейтін қыз бар ма? Алуа? Иә, міне тұр. Не жайлы? Ол кеше бізге киноға түсем деп жазылып еді. Талантты қыз ғой. Және де ол ақшасын алып келуге келдік. Алуа, сен қуасың ба? Келшіңіздер, оңаша сөйлесіп алсақ бола ма? Иә, күтіп тұрайық. Алуа, басынан бір ауыратын қыз. Алуа, не істедің? Анау Ружа келіп тұр ғой. Басынан ұрайын ба? Енді мен білмедім ғой. Анашым я деді де болады. Сенің арманыңа құрсын. Не істейсіңіз енді? Қайтарып жіберейік пе қазір? Иә, сөйтеміз ау. Жарайды. Кешіріңіздер, Алуа киноға түспейтін болды. Түспейтін болсаң неменеге сандалыптасың? Бірақ бұл талантты болса қайтейін. Не бопты оған? Болды, ол қатыспайды. Кішкентай бұлар бізді сандалтып жүрген емес. Алуа, так, мама папа саған ұрсады. Мен болды, мама папаға айтам. Айтпаш, өтінем. Мен мама пападан ұрыс естігім келмейді. Жарайды. Бірақ ол менің арманым ғой. Неге бәрің арманымнан мені алыстатасыңдар? Бәрібір де көрдің бе, актриса боламын. 10 жылдан соң. Жаным, Аида, құттықтаймын. Уже мектеп бітіресің.
Рахмет, Алуа. Бірақ мен мектеп бітірем деген сен арманыңа әлі жеткен жоқсың ғой. Ой, оны бастамашы, мен оны баяғыда ұмытқам. Алуа, сіңілі не болды? Айда. Енді мен мектеп бітірем, келесі жылда сен бітіресің. Уже 10 жыл өтті ғой. Иә, сен 16-дасың, мен 15-тем дегендей. Иә, бізде Арман мен мама папа қақта жүрген. Білмеймін, түш көріп келейік. О, привет, мама, папа, қалайсыздар? Жақсы қыздар, тұрдыңдар ма? Иә, тұрдық. Бүгін сіздер үшін күшті күн, себебі Аида бүгін мектеп бітіреді. Иә, сендер каникулға жаздыңдар, Аида мектеп бітіреді дейсің ғой. Иә, онда Аида сенің мектеп бітіру кешінен кейін біз сені алып кетеміз. Тойламаймыз біз сен мектеп бітірген жаным. Иә, Арман қайда? Қақта жүр ол бала. Қоя берші, келетін та қазір. Ойбай, Арман қақта жүрсін. Жүрміз ғой сол жүретін болғаннан кейін. Нақтатыл. Ой, осы бала қатырады, иә. Әпкесін мектеп бітіресің, иә, бүгін? Мен де алып кетші. Оқымашы, Арман. Так, енді сен кешіне барайық, кеш жетпей алып қайтайық, кафеге отырып қайтайық. Иә, қыздарымыз уже бой жетіп қалды, ұлымыз ер жетіп қалды. Қойшы, мен әлі кішкендаймын ғой, мама. Ой, осы баланың еркелігі таусылмайды. Иә. Не болып қалды? Жай, бұрында кішкентай кезімде актриса болам деп армандайтын едім. Әлі болмаған ғой. Соған өкініп отырған ғой. Қызым, қойшы оны. Ол әңгімені қозғама. Просто бізде ақша жоқ. Ал ақша болғанда сен атақты болып кетер едің. Иә, түсінемін ғой сіздерді. Жарайды, ол әңгімені бекер айтыппын. Кеттік, шай тамақ ішіп қайтайық. Так, енді ұйықтау керек. Азанда тұрып, әпкемнен кешіне бару керек, құттықтау керек. Не дегенімен? Қашан шығады екен? Иә, қазір алдарыңызда бізде өте көп киноға түсіп, актриса, актер атанған Алуа, Аружан, Әсел, Жасик. Шапалақтарыңызды ұрып қойыңыздар. О, күштісі. Осы мен сіңілімді білгенмін, жақсы болады. Ой, ана қызды қараш. Не киіп алған? Алуа деймі бір нәрсе. О, жарайсыңдар. Әпке менің күшті ғой. О, ана қыз күшті екен. Нағыз вообще маған жақып тұрған жоқ қой. Түрін қараш. Жылма типтір сүйкімсіз бәле. Вообще қасындағылардың бәрінен өзгеше ғой. Қып-қызыл шашы болып алып. Таңғалып қояды ғой. Иә, қарасаңдар. Жаман. Урод такой. Вообще-то Алуа. Осы қыз дамымайтын білгенше маған ұнамайды. Сендерге? Я піскенше. Не болып қалды? Фу. Сен біздің қасымызға қосыла алмайсың. Сен жамансың. Я. Жоқ, олай демеңдер. Мен жақсы актриса болам ғой. Не болып қалды сіздерге? Алуа, сен точно қуасың ба? Я, тезірек тұрсайшы. Киіміңді ауыстыр. Қазір бізде киімімізді ауыстырайық. Әпкеңнің уже сабақ бітіретін уақыты болды емес пе? Ой, қалай ұмытып кеттім. Кешірші әпке. Қазір бара тезірек киім жуынып келейін. Осы Алуаға бір нәрсе болды ғой. Я. Арманда жүрген шығар, киноға түсірді. Актриса деп қалды ғой. Я, бұл қызды бір киноға түсіріп көрекші. Қалай, мам? Сіздің де аузыңыздан осындай сөз шығады екен-ау. Я, просто баяғыдан бері армандайды. Арманына жетсін дегенім ғой. Жарайды, онда кешке кафеде отырып оған дәл осылай айтайық. Я, давай, сөйтіп айтамыз. Я, бүгін өте қызықты күн болды мен үшін.
Иә, қыздарымның осылай бой жетіп өскенін көріп қатты қуандым. Иә, енді осы ортаншы қызымызға қалды ендігі кезек. Иә, айтпақшы, саған бір қуанышты жаңалығымыз бар. Маған ба? Қандай қуанышты жаңалық? Так, Алуа, сен көптен бері армандайсың. Нені? Давайте кіріңдер, тезірек кіріңдер. Ой, кешіріңіздер. Ой, сіздер кімсіздер? Біз осы сияқты алған сияқты едік. Номерді көрші. Бұл 17-ші номер біздікі. Ой, кешірім сұраймын, біздікі 18-ші номер екен. Дәл қастарыңызда тұрған. Кешірім сұраймыз. Иә. Ешнәрсе етпейді, сау болыңыздар. Алуа, қалайсың? Біз сені қалап жүрміз ғой. Алуа. Мұны Алуа емес па? Ол қалай сізбен серіктесек бола ма? Түсінбедім. Қызым? Кімдер? Иә. Ешнәрсе енді. Көптен бері армандап жүрген актриса болғым келеді деп едім ғой. Сіздердің рұқсаттарыңызсыз мен дейтін қатысып жүрдім. Так, иә, осылай мен үйге қайтып бара жаттым. Сол кезде бізде ана звукшы апай былай деді. Так, киноға және биге, әнге қатысқыларыңыз келсе, скидкамен сіздерді оқу курсыма жаза аламын. Қанша армандарыңызды мен бүгін орындайын деп тұрмын. Осылайша сіздер өздеріңіз танымал бола аласыздар. Бағасы небәрі киноға түсу күніне 5000 теңге, курсыма айына дегенім. Ал әнге қатысу бізде 4000 теңге, би ол бізде 2000 теңге. Сондықтан айына төлеп сіздер нағыз жұлдыз атана аласыздар. Сол кезде мен қатты қуандым. Мен де қатысым келеді. Тоқтаңыз. Не болып қалды? Мен қатысып көрейінші? Неге қатыспақшысың? Сіз мені танымайсыз ба? Кім едің? Алуа, танымайтын бедіңіз? Сіз бұрында 10 жыл бұрын үйіме келіп едіңіз. Әпкем екеуміз кішкентай едік ол кезде. Тоқташ. Иә, есіме түсті. Сол бе әлі армандап жүрсің бе? Болды, киноға түсетінді білемін ғой сені. Сен бірақ таланттысың. Бір киномызға түсіп бер. Ақырысы бірақ 30 000 теңге тауып берсең болды. Жарай, тауып берем. Солайша мен ондаған киноға түстім. Сіздерге айтпадым бірақ. Өйткені намұрсатты болады. Ой, ақымақ. Солай менің танымал атанып кеттім. Енді мені барлығы біледі. Арманыма жеттім. Сол себепті мен қуанып жүрдім ғой. Соңғы кездер байқамадыңыздар ма? Кино деппін ғой. Сірке түсеміз бе? Иә, келіңіздер. Үйге шашап келдік қой. Телевизор қосылып қалып кеткен ба не? Соңғы жаңалықтарда бізде Алуа ханымның күншуақ мейрамханасына келгенін баяндаймыз. Қараңыздар, біз емес пе ана? Бұл мейрамханадағы барлық адамдар соны көріп қатты таңғалған. Тіпті Алуамен суретке түскісі келген, бірақ түсе алмапты. Ой, жандарым. Қызым, сен актриса болуға лайықсың. Рахмет. Бізде бірінші серия, Арман сериясының бірінші бөлімі аяқталды, достар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мені қолдап жатқандарыңызға. Енді бұның екінші сериясын тез шықсын десеңіздер, лайк санын 100-ден асырып, комментарияға Фаридоза World анасы өте күшті деп жазып кетсеңіздер, қуана екінші серияны салатын боламын. Бір күн өтпей, немесе бұдан сағаттар өтпей салатын боламын. Сол себепті сіздер әрине не істеу керек екенін білесіздер. Пікір жазып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.